Баршаңызға қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары, арнаға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта 1-90-ға арналған 2-ші БЖБ тапсырмаларымен танысатын боламыз. Summative assessment for the unit living things, яғни 1-90-ға арналған номер 2-ші БЖБ тапсырмалары. Ал ендеше мен бастайын, міндетті түрде тіркеліп, колокольчик батырмасын баса кетіңіздер. Алдағы уақытта ТЖБ тапсырмасын жіберіп алмас үшін. Ал ендеше бастайық. Жалпы бірінші тапсырма бізде reading тапсырмасы. Task 1. Read the text carefully and complete the task below. Яғни сіздер мәтінді оқу керексіздер, және сол мәтінге байланысты толықтай тапсырмаларды орындау керексіздер. Legumes are animals from the planet Dental. They are very large. A legume has a very big body. His neck is short and his head is small. He has 4 short thick legs. His feet are flat. Each foot has 3 big toes. A legume has a long trunk. Like an elephant, under the trunk there is a very big mouth. There are 4 sharp teeth in my mouth. The legume's eyes are small and round. His ears are small and narrow. They are in the middle of his head. A legume has long, thick green hair. He lives in cold climate. Бұл бізде мәтін осы жануар туралы. Суретте сіздерге толықтай көрініп тұр деген ойдамын. Мәтін осы жануар туралы. Ал ендеше осы мәтінге байланысты сұрақтарды толықтырайық. Read the text again and choose the best title. Яғни тақырыпқа, яғни мәтінге арналған подходящий келетін тақырыпты таңдау керексіздер. Әрине бізде B варианты Strange Animals Legumes деп аталады. Ал енді екінші тапсырма ол Match the halves of the sentences. Яғни сөйлемдерді бір-бірімен сәйкестендіру керексіздер. Біріншісі B, екіншісі A, үшіншісі C. Осымен бізде екінші тапсырма аяқталады. Бұл бізде оқушылар reading тапсырмасына, reading бөліміне берілген тапсырмалар. Ал ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма бізде writing тапсырмасы. Write a short paragraph of 4 sentences to complete the story using the pictures below and the words from the box. Check your sentences. 4 тақырыптан тұратын, 4 параграфтан тұратын сөйлемдер құру керексіздер. Әр сөйлем әр түрлі тақырыпта болу керек. Ол 4 тақырып неге бізде 1, 2, 3, 4 беріліп тұр. Жануар, ата, мына жерде доктор және үй. Осы туралы сіздер толықтай сөйлем құрау керексіздер. Мына бокстың ішіне беріліп тұрған сөздерді қолдану арқылы. Ал ендеше менің жазған мысалдарымна көз жүгіртейік. Бірінші жауап. This is a palm. It has long leaves. Бірінші сурет пальманы айтып тұрмын. Бұл пальма және оның ұзын жапырақ бұтақтары бар деп. Long leaves. Екіншісі. These are 2 girls. They have the same brown hair. Бұл 2 қыз, екеуінде де қоңыр түсті шаш. Мына жерде тұр. The same brown hair. Бокстан алып жазамыз сөздерді. Келесі. This is a doctor. He has a blue tie. Blue tie деген бізде көк галстук. Шындығында blue tie бар және бокста беріліп тұрған сөз. Келесісі соңғысы. This is a lion. It has a long brown tail. Осымен бізде writing тапсырмасы аяқталады. Жалпы осымен оқушылар бізде БЖБ номер 2 тапсырмасы аяқталады. 5-ші сыныптарға арналған номер 2 БЖБ тапсырмасынан толықтай 9 балл алуларыңызды тілеймін. Жалпы өте жеңіл, өте оңай тілде берілген, өте тапсырмалары оңай, тез жасалынатын тапсырмалар. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Міндетті түрде арнада келесі рет кездескенше. Алдағы уақытта ТЖБ тапсырмасын жіберіп болмас үшін міндетті түрде тіркеліп, колокольчик батырмасын баса кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Айтолқын Ингутуб арнасы. Goodbye for everyone. Bye.